Қайырлы күн, Абылай Қалдарбек YouTube каналының оқырмандары, арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып сіздерге балалардағы тұмау, грипп, яғни грипптен қалай сақтану керек, оның симптомдары қандай, белгілері қандай, ерте қалай анықтау керек, оған қандай ем ең тиімді болады. Основной осы сұрақтың бәрін видео барысында қамтимыз. Именно балаңыздағы тұмауды емдеу, оны дұрыс диагностикалау, балада ешқандай асқыну қалдырмау, және былайша айтқанда баланың денсаулығына зақым келтірмеу, ол сіздердің ата-аналық міндеттеріңіз. Енді осы видеоны тамашалау арқылы, толық аяғына дейін қарау арқылы сіз баладағы сол симптомдарды емдеуде барлығын меңгеріп шығатын боласыз. Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырсаңыздар болады. Біз видео барысында барлығын бақылап, сіздерге толыққанды жауап беріп отыратын боламыз. Жалпы балалардағы тұмау ол қалай басталады? Ең біріншіден грипп это бізде инкубационный период өте жылдам. Салыстырмалы қалыпты жедел респираторлы вирусты инфекциялардан қарағанда, яғни бала жұқтырғаннан кейін бірінші симптомдардың пайда болуына бірнеше сағат уақыт жеткілікті. Яғни сіздің балаңыз контакт болғаннан кейін 3 сағаттан кейін уже тұмаудың алғашқы белгілері пайда болуы мүмкін. Осыны ескеріңіздер. Тұмаудың жұғу жылдамдығы, жалпы контагиозность дейміз, ол өте жоғары. Баладан балаға ауыз арқылы, тыныс жолы арқылы, былайша айтқанда ауа тамшылы жол арқылы жұғады. Кез келген қоғамдық орында, кез келген торговый центрлерде, дүкендерде, балабақша, былайша айтқанда қай жерде адам көп шоғырланған, тұмауды жұқтырып алу ықтималдығы өте жоғары. Балалардағы жалпы тұмаудың ең бірінші кезекте сақтану шарттарын айтайық. Қол гигиенасын сақтау, яғни қолды жиі таза ұстау. Балаға қолмен көзді, мұрынды ұстауға мүмкіндік бермеу, яғни одан шектеп отыру. Неге? Себебі қолға түскен вирустың штаммы бізге шырышты қабаттар арқылы ағзаға енеді. Дәл ауа тамшылы жол арқылы енген вирус секілді, көзбен бала қолын уқалау арқылы да өзіне сол тұмаудың вирусын жұқтыруы мүмкін. Енді бұдан бөлек, қол гигиенасынан бөлек оқшаулау, көпшілік орынға шығармау, именно жаңа балабақшаға жібермеу деген секілді, егер симптомдар пайда болса, ол сіздің міндетіңіз. Себебі сіздің балаңыз ауырып бастағанда басқа балаларды қорғау, ол былайша айтқанда сізге міндеттеледі. Сол себепті мен шаруамды бітіріп алайын, немесе бүгінгі жұмысымды бітіріп алайын, бүгінше балабақшаға бара тұрсын деген сылтаулар бұл тарапта қолданылмау керек. Дәл осы шарттар, қарапайым нәрселер сақталмауының салдарынан қазіргі уақытта эпидемиялық жағдай дейміз, қаншама бала ауырып жатыр, әрбір отбасыда бала осы тұмауды бастан кешіріп жатыр. Бұның симптомдары жедел респираторлы вирусты инфекция сияқты емес, яғни кәдімгі ОРВИ сияқты емес, температура 39-40-қа шығады, қалтырау болады, балада қатты әлсіздік болады, басының ауруы, іштің ауруына шағымдануы мүмкін балаңыз. Себебі іштегі лимфа бездері қабынып кетеді вирустың әсерінен также. Енді осы белгілер пайда болған сәттен бастап бірінші сағаттарда сіз емді бастайтын болсаңыз, емнің тиімділігі де дәл солай жоғары дәрежеде болады. Қазіргі уақытта көп ата-ананың қателіктерін айтайын. Тұмау бастала салысымен немесе бірінші күні онша көңіл бөлмейді, екінші күннен бастап антибактериал терапия, яғни антибиотиктер цефтридіде, цефазолиндіде, аксон, мегацеф, цефамет секілді антибактериальный терапияны қолданып бастап кетеді. Естеріңізде болсын, грипптің штаммы это вирус. Ал вирусқа бізде антибиотиктердің былайша айтқанда көмегі болмайды. Антибиотиктердің ол жерде атқаратын ешқандай әрекеті жоқ. Себебі вирустың структурасына антибиотик өз тарапынан ешқандай зақымда келтіре алмайды, оны жоя да алмайды. Осыны ескеру керек. Ал сіз антибиотик қолдану арқылы бар болғаны баланың иммундық жүйесін төмен түсіріп тастайсыз. Ал халықтың арасында қазіргі жүріп жатқан, ой, мына тұмау антибиотиксіз емделмейді екен, антибиотик салмасаң қайтпайтын тұмау екен деген нәрсе, ол былайша айтқанда жалған ақпарат десек те болады, адамдардың өздерінің сенімі десек те болады. Дәл антибиотикті қолданбай да тұмауды жеңіп шығуға болады. Бірақ мен басында да айттым, инкубационный период жылдан болады да, ал аурудың жалпы өршу сатысы, яғни температура беретін, мен айтқан симптомдар, белгілердің пайда болатын уақыттары ұзақ уақыт алады. 5-7 күнге дейін созылып кетуі мүмкін. Сол үшін оған паниковать етудің қажеті жоқ. Балалардағы тұмауда нақты қай кезде біз тревога ұруымыз керек, яғни сіз қашан үрейге бой алдырып, қашан дәрігерге дереу баруыңыз керек. Егер балаңыз су ішпей қойса, қатты әлсіреп ұйқысы жиі болып кетсе, көп ұйықтап жатса, яғни былайша айтқанда тәбеті өте төмендеп,
кететін болса, ернің қатты кезеретін болса, былайша айтқанда ерні құрғап кетсе, көзге көрінетін шырышты қабаттар, яғни тілі, ұрты, көзі жылаған уақытта аз мөлшерде жас шығу деген секілді, немесе баланың кіші дәреті, яғни мочасы сию азайып кететін болса, сіз тревога ұруыңыз керек. Неге? Өйткені интоксикацияның әсерінен балада нейротоксикоз немесе басқа да асқынулар болуы мүмкін. Егер бұндай белгі болмаса, сіздің жасайтын әрекетіңіз бірінші кезекте симптоматикалық ем. Температураны түсіру, көп мөлшерде су беру, баланың күтімін жасау, тек уақыт өткізіп күту болды. Егер жаңағы мен айтқан белгілер болатын болса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыздар. Тұмаудан жалпы сақтанудың бірден бір жолы ол вакцина алу. Мерзімдік, маусымдық, сезонный вакциналар, яғни тұмауға қарсы. Бұлардың негізгі мақсаты баланың организмде осы тұмау, грипп штаммына байланысты антитела вырабатывать етіп отыру. Яғни антитела ол иммунитет. Ол балаға ешқандай зияны жоқ, баланы қорғайды, 100% болмаса да жеңіл өтуіне сізге жағдай жасайды. Сол үшін баршаңызды жалпы вакцина салғызуға, алдын алуға мен өзім дәрігер ретінде, педиатр ретінде шақырам. Әр жыл сайын сезонный вакцинация өтеді. Осы уақытта өзіңіз де, балаларыңыз да отбасыңызбен вакцинация өту арқылы сезонный грипптен сақтана аласыздар. Осыны естен шығармаңыздар. Әрине, грипп ол именно гриппте бізде вакцина 100% қорғамайды, но определенный степень балаға өзінің көмегін тигізетін болады. Ал препараттар бойынша мен басында да қозғап кеттім, антибиотиктер мүлдем қолданбаймыз. Қажет емес дәрілер, недоказанный противовирусный иммуномодулирующий препараттарды қолданбаймыз. Мен сізге нақты емін айтам, осы препараттар тізімінен балаңыздың жағдайына қарай дәрігер сізге подбор жасап береді. Біріншісі это противовирусный препараттар, құрамы асельтамивир. Яғни сіздерде ол фулкап болуы мүмкін, флувир болуы мүмкін, асельтамивирдің өзі болуы мүмкін, тамифлю болуы мүмкін. Былайша айтқанда атауы бөлек болғанымен құрамдас бөлігі ішіндегі действующий вещество, әсер ететін заты асельтамивир основной вещество. Одан бөлек екінші нәрсе это жаропонижающий препараттар. Ибуфен болсын, нурофен болсын, парацетамол, свечи түрінде кез келген температураны түсіретін препаратты қолдансаңыз болады. Баланың салмағына 10-15 миллиграммнан расчет алу арқылы қолданасыз. Тек 38 градустан асқан уақытта ғана. 37,5, 37,8-ді түсірудің қажет жоқ, егер балаңызда қатты әлсіздік болмаса. Егер 37,5-тің өзінде балаңыз ызыңдап, ыңырсып, көп жылап, әр жерге жатып, былайша айтқанда мазасы қашып әлсірейтін болса, 37,5-тің өзін түсіруге болады. Тұмау кезінде бізге иммуномодулятор, яғни иммунитетті ынталандыратын препараттардан не қолдануға болады? Мен өз практикамда ұсынатын это полиоксидоний свечелары немесе таблеткасы. Егер балаңыз 5 жастан асқан болса, лучше таблеткасын 5 жасқа дейін свечи қолдансаңыздар болады. Ал қосымша ингаляция, басқа да препараттар, тамақты сүрту, люголя қолдану деген нәрсеге мен түбегейлі қарсымын. Себебі баланың шырышты қабаты өте нәзік, оны сіз зақымдап алуыңыз мүмкін. Осыны ескеріңіздер. Енді тұмау уақытында жоғарғы тыныс жолы зақымдалуына байланысты балада қатты жөтел болуы мүмкін. Бұл бірақ ингаляцияға тікелей көрсеткіш емес. Тек өкпесін тыңдату арқылы, нақты диагностика жасау арқылы сіз балаңызда ингаляция қажет емес екенін және антибиотиктің қажет емес екенін нақтылатуыңыз керек. Мен сізді жалпы осы тақырып барысында енді барлығын түсіндіруге тырыстым. Өз консультацияма шақырам. Егер балаңызда қандай да бір белгілер болса, тұмаудың симптомдары болса, немесе сіз өзіңіздің жасап жатқан емінге көңіліңіз толмаса, немесе толыққанды ем алғыңыз келсе, кеңес алуға келіңіздер. Мекенжайымыз Нұрсат 126, Абылмет клиникасы. Мен Абылай Қалдарбек өзім жеке қабылдаймын. Төменде номер қалдырдық, осы номерге хабарласыңыздар. Полный контакт данный барлығын описанияға тоже жазып кетеміз. Біз сізді өз қабылдауымызда күтеміз. Сіз тек қана тұмауға байланысты емес, кез келген баладағы сұрақтарыңызды комментарийге қойып, немесе мына төмендегі номерге жазу арқылы кеңес ала аласыздар. Басқа қалаларға біз онлайн кеңес, яғни WhatsApp, видеозвонок арқылы, телефон арқылы кеңесті максимально қолжетімді етеміз. Солай жасап жатырмыз қазіргі уақытта. Ал енді сіз Шымкент қаласынан немесе Шымкентке жақын Түркістан облысынан келуге мүмкіндігіңіз болса, мен сізге балаңызды консультацияға алып келуді ұсынам. Себебі баланы көргендей, қолмен ұстағандай, құлақпен естігендей болмайды. Сол үшін сізді лучше консультацияда офлайн очно өткізген
өте орынды деп санаймын. Парақшаға тіркеліңіздер. Дәл осы каналда, YouTube каналда бала денсаулығына байланысты түрлі ақпараттарды біз аптасына 2 рет салып отырамыз. Именно бүгін тұмау болса, келесі тақырыптарды комментарийге жазыңыздар. Қандай тақырып салайық, қандай халыққа, ата-аналарға қажетті, қандай ақпарат қажет, төменде жазсаңыздар, біз міндетті түрде сізге өз кеңесімізді ұсынатын боламыз. Сау саламатта болыңыздар. Келесі видеоларда жүздескенше.